Бағдарламаның кезекті кейіпкері білім мен тәртіп тәріздес қасиеттерді бойына жиып қана қоймай, соны жас ұрпақтың бойына да сіңіріп, мұғалім атаулы ұлы мамандықтың пұшпағын иелеп жүрген жан. Ұстаздықтың басқа мамандықтан ерекшелігі де сол. Ол өзімен қоймай, басқа үшін де жауапкершілік арқалайды. Өмірге ата-анамыз әкелді, ары қарай өмір мүмкіндік береді. Сол мүмкіндіктен мен ойымша қашпау керек. Мектеп табалдырығын қорқып аттаған балаға мұғалім қолына қалам ұстап, болашақтыға бағыт-бағдар береді. Мұғалімге қарап ой түзейді, мұғалімге қарап бой түзейді. Мұғалім ол сыртқы пішінімен ғана әдемі болмау керек. Ол қазіргі заман талабына сай маман болу керек. Бір Алтынсарин сөзі бар. Бұлақ көрсең көзін аш дейді. Кез келген бала бұлақ. Соның бір иненің жасуындай бір кішкентай бір көзін тауып алсақ, баланы қанаттандырсақ, балаға мүмкіндік берсек, балаға бір көңіл бөлсек, кез келген бала талантты. Өз ісінің хас шеберлерімен сұхбаттасқанда қайсысы болмасын бірінші ұстазын тілге тиек етеді. Бүгінгі бағдарлама кейіпкері де мамандығына ұстазынан шабыт алып келіпті. Мұғалімдікке қызығушылығым мектеп қабырғасынан басталды. Мектепте оқып жүрген кезде қазақ тілі әдебиетінің мұғалімі болсам ба деген арманым болды. Осы мамандыққа себепші болған ол менің ұстазым, қазақ тілі әдебиетінің мұғалімі. Сабақта өте қызығушылықпен, сүйіспеншілікпен өткізетінді. Содан кейін ұстазына қарай айтады, ұстазыңыз жақсының, ұстамы жақсы дейді. 1995 жылы Қостанай қаласындағы Ахмет Байтұрсынов атындағы филология факультетіне оқуға түстім. Мектептен кейін іштей бөлімге. 4 жыл оқып болғаннан кейін бізді жан-жаққа жолдама бере бастады. Сосын танымайтын жер, білмейтін жер Қамысты ауданы маған түсті. Қамысты ауданына барған кезде ешкімді танымаймын, ешкімді білмеймін. Аралас мектепке жұмысқа орналастым. Қамысты ауданынан басталған қызметі жемісті болды. Жақсы адамдар жолықты, ұйымдастырушылық қабілетінің арқасында тәрбиесінің орынбасары болды. 25 жасында мектеп директоры қызметіне ұсыныс түсті. Жаста болса, жасымады, кірісіп кетті. 2004 жылы қойдым, қателеспесем. Аудандық білім бөлімінің басшысы Рысалин Қазихан Жолмағанбетович дейтін кісі 20-25 жылдан артық оқу бөлімін басқарған кісі. Сол мен ең бірінші көрген кезде сол кісіге барам ғой. Барған кезде маған айтқан болатын. Сізден болашақта жақсы маман шығады, жақсы мектеп басшысы шығады. Ол кезде мен әлі 19-20-дағы жас жігітмін, бірақ мен ойладым, менің негізгі мамандығым қазақ тілі мұғалімі. Бірақ сол кісінің қолдауы ма, сол кісінің бір ерекше пейілі ма, бір күні ол кісі жаз уақытында айтады, ауыл жаққа барып аралас мектепті басқарсаңыз қалай болады? Жас қолыңыздан бәрі келеді. Содан мен ойласып көрейін деп ол кісіден түске дейін уақыт алдым, бірақ түс кезінде ол кісі қайттан телефон шалды. Келіп кетіңіз деп барсам, ол кісі бірден айтты, сіз барасыз. Содан сол күннен бастап директорлық қызметін басталды. Жаспын ол кезде әлі 20-25-тің маңайы шығар. Бірақ та қолымнан келгенше сенім артқаннан кейін ол жұмыспен тартынбадым. Алғаш кезінде қиындық болды. Өйткені аралас мектеп болғаннан кейін екі тілді қатар меңгеру. Сол мектепке барғанымнан ба, мен көбіне орыс тілінде тез меңгеріп кеттім. Себебі бір тілмен басқа өзге ұлт өкілдерімен сөйлесу мүмкін емес. Шын айтқанда, кейбіреулер түсінеді, кейбіреулер кісілер түсінбейді. Кейін ауданның тілдерді оқыту орталығының директоры болды. Мемлекеттік қызметтің дәмін татты, бірақ жанының қалауы болған ұстаздық өзіне тартып тұрды. Жітіқара қаласындағы нөмірі 9 орта мектеп Естай Исжанов атындағы сол мектепке басшы болып бардым. 4 жыл қызмет жасадым сол жақта. Бастапқы кезінде әрине қиын болды, бірақ әріптестердің арқасында, директор әріптестердің арқасында өте жақсы қарым-қатынаста болдық. Білмегенді сұрап, немесе әртүрлі жаңағындай әдістемелік көмек ретінде жиі шақыратын мектепке әдіскерлерді. Өйткені бізге бағыт-бағдар беру керек. Біз өзіміз қалып қоймау керек қой. Мысалы, іскер басшы дейді. Іскер басшы ол өзінің аймағында, өзінің мектебінде қалып қоймау керек.
ол жан жаққа қарау керек. Жаңа заманның талабына сай жұмыс жасау керек. Неге? Мысалы, біз кейбір кезде ойлаймыз, басшы деген дауыс көтеру керек, басшы деген қатал болу керек, оның айтқаны дұрыс деген жоқ. Мысалы қарасақ, қазіргі басшылар менеджер болу керек, басқара білу керек. Әр адаммен жеке жағдай жасау керек. Мысалы, солай ғой. Сондан кейін мен өзім қараймын, оқуға барып келгеннен кейін де жалпы көзқарасымда, жалпы қызығушылығымыз деймін, білімге деген. Басқа мектептермен, басқа басшылармен сөйлесу барысында, мектептерін көру барысында менде де сондай мақсат қойдым. Әр мұғалім ол мектептің жүрегі. Егер мұғалімнің көңілі болмаса, егер де мұғалімге жағдай жасалмаса, ол талап ету дұрыс емес сияқты. Ең бірінші мұғалімнің жеке басына түсінушілікпен қарау керек. Жәнібек Мұхамедуалиұлы ең алғашқы берген сабағын еске алды. Ұлы мамандықты меңгеріп, үлкен жолдың басында тұрған жас маманның бойында болашаққа деген сенімде, қорқынышта сезілген. Оқу ісінің меңгерушісі Күләмза Төлегеновнаға бір ұсыныс айттым. Күләмза Төлегеновна, мен бір ашық сабақ бергім келіп тұр, сіз кіріп кетесіз бе? Мүмкін менікі әлі дұрыс емес шығар деп. Содан ол кісі иә деп жауап берді, міндетті түрде барамын деп. Сол кезде бір қарасам, кабинеттің ішіне бірнеше адамдар кіріп келді. Мектептің мұғалімдері бар, үлкен мектеп қой. Сонымен қатар аудандық білім бөлімінен де методистерді, әдіскерлерді шақырыпты. Енді не істеймін? Сабағым дайын, балалар дайын. Сол кезде сабақ берген кезде, ол кезде қазіргідей компьютер заман емес, плакат, әртүрлі қазіргі тілмен айтқанда постерлер, қолмен сызатын едік. Сосын қолмен жазатын едік. Фломастермен, перо, жаңа нелермен, тушпен жазатын едік. Сол кезде сабағым өте бір шын айтқанда ерекше өтті өзімше. Өйткені оның бәрі қолмен жасалды біріншіден. Екіншіден бір жағынан қуанышты болдым. Тек қана мен бір-ақ адамға ғана ашық сабақ көрсеткен жоқпын бұл жерде. Басқа әдіскерлердің де, содан кейін ол кісілер өз қорытынды жасаған кезде өте өздерінің бір жақсы лебіздерін айтты. Көп адам отырған кезде, көп адам болған кезде қысылатын, өйткені мінезімнен тұйық болды. Кейін балалармен жұмыс жасау барысында балаларға идеал болу үшін, балаларға бір үлгі болу үшін өзім солай болуға тырыстым. Өйткені айтады ғой, біреуге айтқаннан гөрі көрсеткеніңіз жақсы үлгі болып. Сондықтан да мысалы мынау сабақтың үстінде болсын, Қасым Аманжоловты өтіп жатсам, өзім туралы дейтін өлеңге дайындалатын да музыкант секілді. Өйткені балаға балай оқып бергеннен гөрі домбыра арқылы жеткізген кезде баланың мұғалімге деген қызығушылығы пайда болады. Өйткені осы ұстаз секілді мен де жан жақты болсам екен деп. Басшы ретіндегі біліктілігі, қарым-қатынас жасаудағы дұрыс саясаты мектебін біраз шыңдарға жеткізді. Сізге директорлық немесе ұстаздық жақын ба деген сұрақ туындады осы орайда. Екеуі де бірдей маған. Бірақ енді шынымды айтатын болсам, мұғалімдік. Өйткені басшылық қызметте жүрген кезде балалармен шығармашылық жұмысым алыстап кетеді. Мен қазірге осы таңда осы қазақ тілі әдебиетіне ауыстым. Одан ешқандай көңіл күйім түскен жоқ. Керісінше балалармен етене жақын жұмыс жасай бастадым. Өйткені біздің мынау еңбегіміз өзім арқылы көрінбейді, менің оқушыларым арқылы. Сондықтан басшылық қызметте жүрген кезде сабақ беруден гөрі ол барлық мектептің мәселесімен айналысады. Менде бір қызық жағдай болған, облыстық семинар болатын болды мектебімізде, Жітіқарада жұмыс жасап жүрген кезде. Мұғаліміміз ауырып қалды. Енді де. Бірақ өзгерте алмаймыз. Ертеңіне мектебімізге бүкіл Жітіқара ауданының қазақ тілі әдебиеті мұғалімдері сабаққа қатысатын болды. Бір пән қазақ тілден мұғалім беретін болды, екіншісі әдебиеттен беретін болды. Қазақ тілін мұғалім ауырып қалды. Енді басқа мұғалімдерге айтайын десем, қорқыныш. Өзім басшым бірден 7-ші класста алдым да қазақ тілі сабағын өткізіп шықтым. Сонда кейбір кісілер айтады, сіз басшысыз ғой, неге басқа мұғалімдерге сол жүк артпадыңыз деп. Бір жағынан ойладым, неге өзімді былай бағыт бағдар көрсетуге. Көшбасшы деген сыртынан былай
бағыттау емес, көшбасшы деген алда жүру керек. Өзіне ісіне байланысты. Сол жағынан қарадым. Мысалы, кез келген іс-шаралар болатын болса, мен көбіне жаңағы жүргізушілікке, өйткені ұсыныс түседі. Ағай, сіз басшысы ғой, сіз алда жүріңіз, біз орыс тілінде сөйлейік, ағылшын тілінде, үш тілде деп. Немесе өлең айту десе, тағы да басқа әріптестермен бірдей деңгейде. Балаларға қаталсыз ба? Сабақ берудегі ерекшелігіңіз қандай? Енді осы кезге дейін балалармен конфликті болған жоқ, болмасын да, бірақ балалар түсінеді. Мен дауыс көтермеймін балаларға. Өзімнің бір ұстанымым ба, отырмаймын. Жүріп, түргеліп тұрып сабақ түсіндіруге тырысамын. Отырып сөйлей алмаймын. Міне қазірдің өзінде отырған кезде сөздер келмей жатыр. Сосын балаларға тек қана құрғақ сөз емес, сол сабаққа байланысты әлі күнге дейін сабақ берсем де мен дайындаламын. Сабақтың жоспарынсыз мен кіре алмаймын. Баланы еркіндік беру керек кейбір кезде. Сіздікі дұрыс емес деп айтсаңыз, бала қайтып қалады. Оның дұрыс емес екенін жолдастар да байқайды. Балаларға да қарап қоямын керек кезде. Жақсы, айта берсін. Айтқысы келіп отыр ғой. Содан кейін баламен өзімен былай жеке сөйлескен кезде айтамын, мына жеріңіз дұрыс болды, мына жеріңіз шамалы дұрыстаңыз десе, бала одан сайын шабыттанады. Өзіңізді жан-жақты толысқан, мінсіз маманмын деп санайсыз ба? Біз адамбыз, періште емеспіз. Кез келген кемшіліктен, қателіктен сабақ аламын. Әлі күнге дейін өзім басымда болады кемшілік. Ашу дұшпан, ақыл дос дейді. Болады кейбір кезде. Ақылға емес, ашуға беріп қоятын кездеріміз болады. Бірақ тез қайтуға тырысамын. Өзімді өзім есеп берім кейбір кезде. Мана дұрыс істедім ба? Маған дауыс көтергенім дұрыс болды ма деп, кішкентай балаға болсын, үлкен әріптеске болсын, анализ жасаймын. Сол кезде түсінген кезде тезірек сол адаммен кешірім сұрауға тырысамын. Ол менің өміріме кедергі жасаған емес, керісінше адамгершілігіңізді байқайды. Басшылық бүгін бар, ертең қарапайым мұғалім болсам, қалай болады екен? Сол жағын да ойластыру керек. Мысалы, адам деген олай ойламау керек. Мен ешқашан әрдайым жоғарыда басшылық қызметте боламын. Кейіпкерімнен естігім келген жауап та осы болды. Тыңдап отырып іштей қуандым. Лауазымың бірде бар, бірде жоқ. Адамшылықты сақтап қалу керек. Жәнібек Өтеулиннің осы бір сөз тіркесін іштей қайталай бердім. Адамның жан дүниесін түсінеміз ғой бір отырғанда. Қараймыз. Әр адамнан мен бір жақсы қасиет алып қойға тырысамын. Өйткені кез келген адамның бір өзінің бір адамды тартатын ерекше қабілеті болады. Біреу сөзге шешен болады, біреудің киімі, өз-өзін ұстауы. Енді біреудің әдебиетке жақындығын, енді бір кісілерді қараймыз, өмірден білген, түйгендері көп кісілер бар. Білімі, мысалы, орташа болса да, мысалы, мен көп үлкен кісілермен де кездескен кезде байқап, өзіме түртіп алам. Әсіресе мен қазіргі заманда мынау әлеуметтік желілер дейміз ғой. Осында көмегі көп. Өйткені мынау асыл сөздер, немесе ғибратты сөздер, мағыналы сөздер болса, міндетті түрде мен өзіме түртіп, немесе жазып алам. Өмірлік қағидама, өмірлік бір бағыт-бағдар беруге. Мысалы, асхананың адамы ол тамақты пісірмес үшін әуелі өзі сүйсініп, өз жүрегімен пісіру керек. Сол секілді, мысалы, сабақтың өзінде де сондай. Бұл бала бізге Жетіқара қаласынан келіп отыр. Келгенде біз конкурс бойынша резюмелерін таңдап тұрып, бәлен мұғалімнің ішінен осы кісіні таңдап алдық. Және жұбайы Күмісай Төлегенова екеуі де мұғалім екен, беделді ұстаздар екен. Резюмесі өте тамаша болғандықтан екеуін таңдап алдық. Өте өз ішінің шебері деп айтуға болады. Мұғалім өте керемет, беделді, коллективте өте сыйлы, өзін-өзі көрсете білді, ұйымдастыра біледі коллективті. Қай кезде болса да, не болмаса сұхбат берсе де, қандай адам келсе де ұялмай көрсететіндей сондай ұстаз. Әріптесімді Жәнібек Мұхамедуәлиұлын оқыту мен тәрбиенің тиімді жолдарын іздестіруде өз ісінің хас шебері болып келген ұстаз мұғалім деп білемін.
Сіз қызмет еткен Қамысты, Жітіқара аудандары орыс тіліне бейім келетіні жасырын емес. Қазақ тілі сабақтары қалай өтетін еді? 99 жыл ғой, өзіңіз білесіз. Ол кезде орысша сөйлеу кішкене көбірек те болды. Сол кезде балаларымызды шығарма жазуға мен бейімдейтін де. Сабақтың жоспарында болса да, болмаса да кейбір кезде мен қосымша балаларға үйге беретінді. Қазіргі таңда Жәнібек Мұхамедуалиұлы аэропорт шағын аудандағы орта мектепте жұмыс жасайды. Мектепке кіргелі түрлі байқауларға шәкірт қатыстырып, жүлделі орындарды иеленіп жүр. Жұбайы Күмсай Төлегенқызы да ұстаз, кейіпкердің әріптесі. Мұғалімдердің шаңырағына барып, тәртіпті атмосфераны көріп қайттық. Жәнібек екеуміз танысқан 1999 жылы таныстық. 1999 жылы Жәнібек жас маман болып мектепке келді. Бір жылдай бірге екеуміз жұмыс жасадық. Содан кейін арамызда махаббат пайда болған. 2000 жылы үйленеміз деп шештік. Сол 2000 жылда бері бірге отбасы болып өмір сүріп жатырмыз. 2001 ұжымда, 2001 жылы алғашқы қызымыз дүниеге келді. Әрі қарай осылай отбасы болып бір ұжымда, осы күнге дейін бір ұжымда жұмыс жасап жатырмыз. 20 жылдан артық бірге келе жатырмыз. Әрине, қиындық кезде бар, қызықты сәттер де бар. Себебі екеумізді бірге жұмыс жасағаннан кейін көбінесе қызықты сәттер көп болады. Бір-бірімізді түсіне білеміз. Жұмысымыз бір болғандықтан бір-бірімізді түсіне білеміз, қолдай білеміз. Біріншіден, өнерлі жігіт болды. Домбырамен ән айтты, мамандығы ойыншады, шәкірттермен жақсы жұмыс жасады. Іс-шаралар бірге ұйымдастыруда білдік. Осындай бір қасиеттермен бір-бірімізді тіл табыса білдік. Әрине, осы көзді ашып жұмғанша 20 жылдан артық шаңырақ көтергенімізге 20 жылдан артық уақыт өтті. Мектепте бірге жұмыс жасағаны ешқандай қиындық болған жоқ. Өйткені жұмысымыз, мақсатымыз бір. Күні бойына жұмыста боламыз. Түсінеміз, біреуміз ерте келсек, үйге көмектесеміз. Қандай арманың бар? Арман айтса көп қой. Ең бастысы отбасының амандығы, саулығы, дендерінің саулығы. Осы балалардың өсіп келе жатқан балалар аман есен ер жетіп, өздерін таңдаған жарларын тауып, ұлды ұяға, қызды қияға қондырып, ата мен әже болып, ары қарай қызығына тоймай жүре берсек деген арман бар. Нәсіп етсін. Ең қамқор адам мен үшін, мені әлі күнге дейін, қазір 20 жаста болсам да, әлі күнге дейін еркелетеді, күнде жұмыстан келгеннен кейін бетімнен сүйіп, ботақаным деп, әлі күнге дейін мені еркелетеді. Папам өнерлі адам өте, домбырада ойнайды, өлең айтады, сабырлы кісі. Әрбір ситуацияда тез жауап таба біледі. Мен бірінші сыныпта болған кезде, мен ең алғаш мектепке барған кезде бірге өлең айтқанбыз. Сол кезде қатты қобалжып, сөздерімді ұмыт қалып тұрған кезде папам үлкен қолдауын көрсетті. Содан кейін, 11 жылдан кейін, 11 сынып бітірген кезде де бірге өлең айтқанбыз. Сол кезде де өзінің қолдауын аямадым мен. Адам дүниеге тек қана келіп, әшейін ғана аттана бермейді. Ол артында ой қалдырады, ойдан мұра қалдырады. Ал сіздің артыңыздан қандай ой ергенін қалар едіңіз?
жаста болса, бүгінгі кейіпкер көп жылдық ұстаз Жәнібек Мұхамедуалиұлының қолтаңбасын сұрадым. Сұрақ күрделі әрине. Мені насып жатса, ел сыйлайтын азаматтар шығып жатса, мен мақтанам. Сырттай естеймін, көңілім арқайып қалады. Қанша әрине, әлі күнге дейін шәкірттерім, оқушыларым хабарласады. Қазір үлкен отбасылы, қызметтері, сөйлеген сөздері деген өзімде риза боламын. Сол оқушыларға мен бақыттымын саяқ бергеніме. Ол кезде кім біледі? Алдымызда отырған балаларға да айтамын ғой. Мүмкін арамызда, сіздердің араларыңызда болашақ әкімдер отырған шығар. Болашақ мемлекетті басқаратын мамандар отыр. Болашақ сіздердің қолдарыңызда десем, әрқайсында бір мақтаныш пайда болады. Жақсы жағынан, адами құндылық жағынан айтып жүрсе, мен үшін сол дәреже. Жаңағыдай қызметтің жоғарылағаны емес, адамгершілігінің жоғарылағаны. Мен үшін қолтаңбам болашақ ұрпақтың ұстазға деген құрметі жоғары болса, бізге деген. Біз сол ұрпақтың сенімінен шығалсақ, сол арқылы, сол Абай атамыздың сөзі бар, сенде бір кірпіш дүниеге кетігін таптап арқалан дейді. Мына біздің оқушыларымыз өмірдің бір кірпіш секілді қаланып жатса, біз үшін қолтаңба сол. Намысын бермеу үшін жатқа қолдан арулар аз болды ма атқа қонған ерліктің қос қанаты деп білемен аяулы Әлия мен Мәншүгімді ерліктің қос қанаты деп білемен аяулы Әлия мен Мәншүгімді жасырмай айтар болсам жан сырымды тағдырым қарауылға қанша ілінді көңілде қалғансыз бар өткен күннен өмірде қалған із бар ақтабаннан көңілде қалғансыз бар өткен күннен өмірде қалған із бар ақтабаннан сүймеген сен азамат азаматты көңілің тәрізді аппақ таза мақта бәрін айта алайықсың қазақтың қызы деген ғажапқа бәрін айта алайықсың қазақтың қызы деген ғажапқа бәрін айта алайықсың қазақтың қызы деген ғажапқа